Сәлем, қымбатты менің достарым. Сіздермен қайта қауышып тұрғаныма өте қуаныштымын. Достар, менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Бүгін сіздермен керемет, ерекше, дәмді, қытырлақ болып пісетін самсаның өзгеше түрін жасайтын боламыз. Рецепт өте қарапайым. Бастысы бір жасағаннан оң болып шығады және өте қытырлақ, сочны болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, дәмі де өзінше ерекше. Достар, бұл рецептті міндетті түрде жасап көрулеріңізді ұсынамын, себебі өте дәмді болады. Ал олай болса, іске сәт. Үлкендеу бір ыдысымызға өзімізге жеткілікті болатындай 350-400 грамм ұнды саламыз. Өте көп қып бірден салып жібермеңіздер, плюс-минус үстінен қосып жатасыздар. Оның үстіне азғантай ғана шай қасықтың ұшымен ғана тұз саласыздар. Қамырдың үстіне 350 грамм суды, жылы су құйып жібереміз де, жақсылап қолымызбен орташа қатқылдықта қамыр илейтін боламыз. Ұнның көп аз қосылуы ол ұнның сұрпына байланысты. Әркімде ұн әрқалай, сол себепті қатып қалған қағидасы жоқ. Жалпы видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырдың тығыздығы, қаттылығы дәл осы видеодағыдай болуы қажет. Өте қатты қылып илеп жібермеңіздер. Илеп болғаннан соң қамырды өздеріңізге ыңғайлы етіп, кішкене зуалашаларға бөліп аламыз. Мен бұл жерде өзіме ыңғайлы етіп 6-7 зуалаға бөліп алдым да, барлығын шеңберлеп, зуала етіп жасап біріктіріп аламыз да, бетін жауып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Тынған қамыр әрине қиындықсыз оп-оңай жылтырап, жыртылмай жайылатын болады. Және дөңгелектеп қойғаннан соң шамалы ғана жазып, осылай келесі этапқа дайындап бірден қойсаңыздар болады. Я болмаса қамырыңыз қаттылау болатын болса, дөңгелектеп 10 минутқа тындырып қоясыздар. Алдын ала ертілген маргарин ыстық болмау керек, бөлме температурасында болу керек та, барлық зуалаларымызды үстінен аз-аздан құйып, қамыр бататындай етіңіздер. Егер де сіздердің маргариндеріңіз азғантай болып қалатын болса, үстінен аздап қана сұйық майды құйып жіберіңіздер. Үйіңізде қандай май қолданасыз, соны құйып қоясыздар да, жарты сағат жоқ дегенде 15 минутқа тындырып қойып қоясыздар. Келесі кезекте бізде ішіне салатын салмасы. Мен картоп қостым, себебі фаршым майлырақ болып кетпес үшін. Бір үлкендеу, орташа, немесе өздеріңіз жасап жатқан көлеміне қарай ғой. Картопты алып теркадан, қырқыштан өткізіп, құйрық майды азғантай ғана осы 100-150 грамм жеткілікті. Майда 4 бұрыш қылып турап аласыздар. Өздеріңізге ыңғайлы етіп, соломка, 3 бұрыш, бірден мясорубка, ет тарттықыштан өткізіп жіберем десеңіздер де қалауларыңыз, бірақ бүтін қылып осылай тураған жөн. Пиязды да өте көп қылмаңыздар. 2 дана пияз жеткілікті. Бастысы өте жіңішке, жұқа түрінде қолданыңыздар. Майдалы етіп, тез пісуге ыңғайлы етіп, себебі қамырымыз өте нәзік болады. Егер пияздарыңыз қатты, ірі болатын болса, онда қамырды тесіп шығып кетуі мүмкін. Үстіне қалағандарыңызша өздеріңіз қолданатын етті қолданасыздар. Сиыр, жылқы, қой, өздеріңіздің қалауларыңыз, тіпті тауық етін қолдансаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз, бұрышты қосып, жақсылап фаршты араластырып аламыз. Егер де сіздерге түрлі дәмдеуіштердің иісі ұнайтын болса, оны да қосып жатсаңыздар болады. Я болмаса ас көктен аздап қосуға да болады. Мен үйде барымды қолдандым. Осындай
салма дайын болды. Оған дейін қамырымыз тынып қалды да, таза дастарханның үстіне ешқандай оқтауды қажет етпейтін майлы, өзінің майымен ұнды да қажет етпейміз. Алақанның көмегімен қатты салмақ баспастан жұқарақ етіп, үлкен етіп жайып аламыз. Қанша жерге дейін жайылады өздеріңіздің қалауларыңыз. Тіптен бір шеттері жыртылып жатса да, ол үшін қатты қорықпаңыздар. Барынша бірақ жыртпай жаюға тырысыңыздар. Салмамызды қамырдың бір бұрышына ғана саламыз және барлығын жақсылап орап шығамыз. Тура видеода көрініп тұрғандай етіп, мінекей, енді табамызға сиятындай етіп бөліп аламыз. Ішіндегі салмасы шығып кетпес үшін бір басын аздап қысып қойсаңыздар да болады. Мінекей, табамызға барлығын дәл осы этаппен қамырымызды жайып салып аламыз. Табаны противинді майлаудың қажеті жоқ, себебі қамырымызда май көп. Және өздеріңізге ыңғайлы етіп бөліктерге бөліп алсаңыздар да болады. Мен жай ғана ортасынан бөлдім. Егер майдарағын қалайым десеңіздер, ортасынан тағы да 1-2 рет бөлуге болады. Бұл бірінші түрі. Екінші түю жолы дәл осылай қамырды алақанымызбен жайып аламыз да, шамасы 10-12 сантиметр алшақтықта бөлеміз және қолымызбен осылай қысып арасындағы салмалары төгіліп қалмайтындай етіп бөліп алып, сонан соң осылай ішіне саусақтың көмегімен салмасын салып, екі басын бір-бірімен біріктіреміз. Бұл түюдің екінші жолы. Мен өте көп жасаған жоқпын, сол себепті противинім толған жоқ. Егер сіздер көп жасайтын болсаңыздар, противинді толтырып жасасаңыздар болады. Неке гүл сияқты шығады. Барлығын қызып тұрған табада 200-180 градуста 35-30 минут, ұзағымен 40 минутта пісіп шығады. Себебі әркімнің пеші әрқалай. Достар, рецепт ұнаған болса қуаныштымын. Жасап көріп, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Гүлдана Сауқымбаева. Келесі рецептер бөлімінде жолыққанша қош сау болыңыздар. Тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.